YouTube 226 просмотрға қанша теңге төледі? Ал кеттік көрейік ал. Бірінші 103 сағат алып келген достар. 3 подписчик келген, және де 1500 теңге табыс алып келген. Енді бұл видеоның удержаниясын көрейік. Неге сонша аз просмотрға осынша табыс келген? Бірінші, ол үшін взаимодействие қосамызда видеоның удержаниясын көріңіз. Достар, бұл 2 сағаттық видео, удержаниясы почти жарты сағат. То есть ұзақ, длинный видеолардың удержаниялары көп болады. А енді RPM-ді көрейік, достар. RPM-іміз біздің 7100 теңге. То есть 7100. 7100 теңге деген ол $13.32. То есть RPM $13.32. Мына жерде мінеке тағы бір видео 385 просмотрға қанша теңге алып келген? Мына 117 сағат, 10 подписчик келген, және де 2100 теңге алып келген. RPM қанша екен кеттік көрейік ал. RPM 5600 теңге. 5600 теңге деген ол $10.51. Тағы бір видео 318 просмотрға 49 сағат, 6 подписчик, және де 1900 теңге. Ал RPM-ін көрейік. RPM болса 6100 теңге RPM. Доход на 1000 просмотров. 6100 теңге ол $11.45. Ал енді мынау шортс видео. Шортс видеомен салыстырып көрейік. Қараңыздар достар, 10.600.000 просмотрға шортс қанша теңге төледі? Кеттік ал көрейік. Қараймыз, 58 мың теңге төлеген достар. 58 мың теңге. 10.600.000 просмотрға. Мына жерде доход дегенге кірсек, заинтересованные просмотры. Қазір шортста шыққан жаңа правила. Осы 2 ай бұрын шыққан. Мысалы, 10.500.000 просмотрының 3.200.000 ғана монетизирован, заинтересованный просмотр. RPM 17.87. В общем, 17.87-ні қазір 3-ке бөлеміз примерно. Енді шортстың RPM-ін аламызда 3.3-ке бөлеміз. Сонда қараңыздар мына 5/4, то есть 1000 просмотрға 5 теңге ғана төлейді, ол айтқанда 5,5 теңге. Сонда мынау шортстың RPM-мен мынау средний $11, жаңа горизонталдық 2 сағаттық видеолардың RPM-ін салыстырсақ, анда 5/5, мұнда 5761 теңге. Сонда разницасы достар 1000 есе. Ойлаңыздаршы, 1000 есе разница. Орташа шамамен шортста 100 миллион просмотрға төлейтін ақша, мынау горизонталка нишада 1, 2, 3, 100 мың просмотрға табуға болады. Ойлаңыздар. Енді қараңдар, осы нишаны білгілерін келсе, жаңа горизонталка, RPM жоғары нишаны білгілерін келсе, Шыңғыстың сандығы деген телеграм каналға срочно қосылыңыздар. Бұл жерде мен уже полный туториал салып қойдым осы ниша жайлы мына. Полный туториал. И бұл телеграмға қосылу үшін менің инстаграмда, мына жерде описанияда ссылка тұрады, мына Каспий төлем жасау деген, мынаны бассаңдар. Осыған басасыңдар да 10.000 теңге төлем жасайсыңдар. 10.000 теңге төлем жасағаннан кейін маған чек жібересіңдер. Сосын мен сендерді осы телеграмға қосатын боламын. Телеграмға доступ 3 ай болады сендерде бақандай. 3 айдың ішінде мен қаншама нишалар салатын боламын. Сондықтан үйренем, көрем десеңдер, осы телеграм каналға қосылыңыздар. Егер де сендер шортс жасап, шортс деген негізі көбісі ойлайды, оңай деп. На самом деле көп видео саласың, қаншама расфокусировка и мизерный доход, шортстың доходы одан да аз еді. Енді қазір 3 есе азайтып тастады заинтересованный просмотрмен. И сондықтан қазір табыс деген өте азайып қалды. Бұл мотивацияны құртады шынымен. Сондықтан реально ютубтан горизонтальный нишадан серьезный ақша, взрослый нишадан серьезный ақша табамын десеңдер, осы телеграмға қосылыңдар. Бағасы небәрі 10.000 теңге. Но мен сендерді осы приватный телеграм каналға қосатын боламын. 10.000 теңге деген ол не? Ол 3 чашка кофенің бағасы. Мені 3 чашка кофе ішпесең, осыған қосыласың. Білесің, үйренесің.